Бүгін Семей қаласындағы нөмірі 27 орта мектебінде Қазақстан шахмат федерациясының ұйымдастыруымен ашық семинар практикум өткізілді. Толығырақ сюжетте. Бүгін Семей қаласындағы нөмірі 27 мектебінде Қазақстан шахмат федерациясының ұйымдастыруымен ашық семинар практикум өткізілді. Іс-шараға қала мектептерінің мұғалімдері, сондай-ақ Шәкәрім атындағы университеттің шахмат мұғалімі Минор бағдарламасының студенттері қатысты. Семинар барысында қатысушылар бірінші сынып оқушыларына шахмат сабағын тиімді және қызықты өткізу әдістерін тәжірибелік тұрғыда талқылады. Педагогтар жаңа әдістемелік құралдармен танысып, оларды сабақ барысында қолдану бойынша практикалық машықтарын жетілдірді. Сонымен қатар сабақ ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер мен оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жолдары қаралды. Біздің жоба бойынша айтып өтсек, әрине облыс бойынша тек қана қала емес, ауылдарды да ұмытпай, былтыр біз үлкен шараны өткіздік, шахмат керуені атты. Біздің 10 ауданымызды аралап, түгел мектептерге қатысып, арамыздан дарынды шахматшыларды анықтап, былтыр финал ретінде бізде үлкен сайыс өтті. Тек қана ауылдың ғана мектептері ғана қатысты, сондықтан қаланың мектептері ренжімейді деп ойлаймын. Негізі ол жоба бастаған іс шахмат федерациясының қолдауымен, шахмат федерациясының президенті Тимур Турлов мырзасының қолдауымен, әрине біздің президенттің де жарлығымен біз осындай үлкен шараларды мектептерге енгізейік деп отырмыз. Атап кетсек, біз бәріміз тарихқа сүйенеміз. Ол енді сондай жаңалықты деп айтуға болмайды, өйткені әр жаңа бастама ол бұрын болған нәрсе. Біз кезде шахмат үйірмесі әр мектепте жұмыс істеді. Өздеріңіз білесіздер, қысқаша айтқанымен біз бұрын Өскемен қаласына қарап отырдық, сондықтан кішкене енді сәл қиын болды. Оны әріптестер де біледі, білім саласында жұмыс істеп жүрген. Енді қазақтарда жақсы өзімізде бір мақал-мәтелдер бар, көш жүре түзеледі деген. Сондықтан бір қадаммен бірігіп көтеріп жүк жеңіл дейді. Бастамамыз енді сәтті болсын. Негізі бұл бағдарлама Шәкәрім атындағы университетінің енді мамандықтарды дайындау жоспары тұр. Оны әріптестерім енді түсіндіріп берер. Сондықтан бастамамыз сәтті өтсін. Абай облысының әкіміне ризашылығымды білдіреміз. Семей қалалық білім бөліміне, бүкіл ұстаздар ұжымына бәрі сәтті өтеді деп ойлаймын. Рахмет. Семей қаласы қазіргі таңда шахматты білім беру жүйесіне енгізу бойынша өңірлік көшбасшылардың бірі саналады. Қаладағы 19 мектепте 1489 оқушы шахмат пәнін оқып жатыр. Бұл ашық семинар жергілікті педагогтардың Қазақстан Республикасы үкіметі бекіткен шахматты дамыту кешенді жоспарын жүзеге асырудағы нақты қадамдарының бірі болып отыр. Айта кетейік, республика бойынша бүгінгі таңда 1500-ден астам мектепте шахмат пән ретінде оқытылады. 60 мыңнан астам оқушы арнайы дайындықтан өткен педагогтердің жетекшілігімен алғашқы қадамдарын жасап, зияткерлік қабілеттерін дамытып келеді. Шахмат сабағы тек логикалық ойлау мен стратегиялық қабілетті дамытуға ғана емес, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық ойлауын, шешім қабылдау дағдыларын, сабырлығын және қоғамдық жұмыс машықтарын қалыптастыруға бағытталған. Бүгін біздің мектепте зияткер шәкірт ұлттық құндылықтардың жарысы атты облыстық практикалық семинар өтуде. Семинардың мақсаты оқушылардың логикалық ойлау және аналитикалық қабілеттерін дамыту арқылы интеллектуалды тұлғаларды тәрбиелеуге арналған әдістемелік ұсыныстар беру. Бұл семинар Қазақстан шахмат федерациясының бастамасымен Семей қаласы білім бөлімі, Абай облысы білім басқармасы, қалалық шахмат орталық және нөмірі 27 мектеп ұжымының ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Осы оқу жылында бірінші сыныптарда вариативті оқу жүктемесі ретінде шахмат негіздері пәні енгізілді. Мектепте 5 жыл бойы шахмат үйірмесі жұмыс істеп келеді. Қазіргі уақытта 121 оқушы шахмат ойынын меңгерген. Алдағы мақсат мектепшілік және аудандық байқаулар өткізу, талантты балаларды анықтау және олардың жетістіктерін қолдау. Біздің мектептің оқушылары соңғы 5 жыл ішінде тек қалалық емес, сонымен қатар облыстық және республикалық жарыстардың жүлдегерлері атанды. Ал бастауыш сынып мұғалімі Маржан Орыстаева облыстық шахмат ойыны бойынша бірінші орынға ие болды және 12 желтоқсанда Астана қаласында өтетін республикалық финалда бақ сынайды. Шахматтың әр оқушы мен әр мұғалімге жаңа қабілеттерді ашуға, стратегиялық ойлауын дамытуға және ең бастысы өзіне деген сенімділікті нығайтуға мүмкіндік беретініне сенемін. Семинар барысында мұғалімдер өз тәжірибелерімен бөлісіп, оқыту процесін жақсарту жолдарын талқылады. Педагогтерге арналған семинардың негізгі мақсаты шахмат сабақтарын мектеп бағдарламасына тиімді енгізу, оқушылардың қызығушылығын арттыру және шахмат мәдениетін қалыптастыру. Бүгінгі тақырыбым тура жүретін мұнара болатын. Сабағымның мақсаты
тура фигурасының жүрісімен таныстыру болды. Сабағымда мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Бүгін балалармен тура фигурасының жүрісімен таныстырған кезде балалар тура жүрісінің фигурасын көрсете алды. Практикалық жұмыс жүргіздім, кері байланыс болды, сергіту сәтін жасаттым балаларға. Дәптермен жұмыс болды, сұрақтарға балалар толығымен жауап берді. Бірінші сыныпқа жоғары деңгейде сабақ өтті деп ойлаймын. Семей қаласының тәжірибесі республикадағы басқа өңірлер үшін үлгі болып отыр. Мұндай іс-шаралар шахмат пәнін дамытудың тұрақты негізін қалыптастырып, жастардың интеллектуалдық дамуына үлкен үлес қосуда. Тоғжан Мақатаева, Ринат Оралов, Марат Сағынбаев, ТВК Алты телеарнасы.